Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз тағы да ұлттық құндылықтар жайлы өрбімек. Жалпы ұлттық құндылықтар жайлы таңды таңға ұрып айта беруге болады. Қазақтың құндылықтары десе, алғаш ойымызға оралатыны оның оюлары, қазақ тілі, қазақ халқы, өз еліміздің өзіне тән белгісі, нышандары. Әлем қазақ елін осы оюмен, оюлы домбырасымен және оюлы көк туымен таниды. Мысалы, спортшыларымыз жеңіс тұғырына көрініп, әлемдік аренада шарықтамағанда біздің сол көк туымызды бәлкім ешкім танымас па еді. Жастарымыз шетелде жүріп, домбыраны қолға алып, шертпегенде, қара домбыраны бәлкім ешкім білмес пе еді. Ұлттық мерекеміз Наурызды дүбірлетіп тойламағанда, оюлы көйлектерімізбен тақияларымызды киіліп, көше бойын қазақтың әсем әндерімен әуелетпегенде, шетел жұрты ойы бұлай тұрсын, қазақ деген ұлт барын білмес демеді. Ұлттық құндылықтарымыз ұлтымыздың қорғаны, келешегіміздің кемел болу жолында сәулесін шашып, құлдырап кетуден сақтап тұратын мәңгілік шамшырағымыз. Өзін қазақпын дейтін бұл әлемді алшаң басып жүрген әр пенде, мен өз елімнің ұлттық жауһары тілімді терең меңгере білдім бе? Қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын өз деңгейінде сақтап жүрмін бе? Ұлттық аспаптарымызды, ұлттық киімдерімді лайықты құрметтеп жүрмін бе деген сыни сұрақтары өзіне қоя білу керек. Осы сұрақты шынайы қоя отырып, шын ниетпен, еш жасандылықсыз адал жауап бере білу тиіс. Халқымыздың бұл әлемде ұзақ жасауы, гүлденуі, ұлттық құндылықтарымыздың ұрпақтан ұрпаққа күн сәулесіндей шашырап, мәңгілік ғұмыр кешу бізге байланысты.